Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін дәл фотода көрсетіліп тұрғандай трубочки жасаймыз. Кешкі асқа өте оңай, жасалу өте оңай, бірақ бір ерекше кешкі астардың бірі деп есептеймін. Ол үшін бар жоғы тартылған ет қажет, және де бір пияз қажет болады. Бұл жаңағы ішіне салатын салмасына. Алдыменен пиязымызды ұсақ етіп турап, тартылған етімізге қосамыз. Кейін бұның үстіне дәміне қарай тұз және де бұрыш қосамыз. Жалпы кейде кешкі асқа не пісірем деген ой өте көп болады. Бұл әсіресе әйел жанының ең қиын бір сұрақтарының бірі шығар енді. Сондықтан да бұл да бір альтернатива деп есептеймін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу өте оңай, бірақ бір ерекше болып шықты, бізге ұнады. Мен азғантай мөлшерде сары май, сұйық май қосып жібердім. Қоспасаңыздар да болады, бірақ маған осылайынан жалпы дайындаған ұнайды. Енді көкөністер. Бұл көкөністер біздің астына прожаркаға қажет. Бұл жерде үйде қандай көкөністер бар, соларды қолдануға болады. Мен бұл жерде пияз қолдандым, қызанақ бар екен менде үйде, үйдің қызанағы, және де тәтті бұрыш, сәбіз қостым. Сіз енді өздеріңіздің үйлеріңізде қандай көкөністер бар, сондай немесе жақсы көретін көкөністеріңізді қосуларыңызға болады. Барлығын осылай ұсақ етіп, төпішті етіп турап аласыздар. Қызанақты да, тәтті бұрышты да дәл осылай төпішті етіп турап аласыздар. Шыны керек ешқандай қиындықтары жоқ. Өздеріңіздің қалаған көкөністеріңізде қолдана берсеңіздер болады. Бұл яғни біздің осы жасайтын трубочкамыздың астына жасалатын прожаркаға қажет болады. Мына жерде тіпті картопты де қосуға болады. Қалауларыңыз бойынша, егерде қалап жатсаңыздар болады. Мен осында міне трубочкалар алдым. Бұл дүкенде сатылады. Қазір мен үстіне фотосын шығарып қоямын. Осылай трубочканың ішін толтырасыздар. Трубочка болмаса, бұның орнына гнездо деп аталатын дәл осындай, тек ұя секілді, құстың ұясы секілді болады, соны да қолдануға болады. Бірақ маған осы түрі ұнады. Мен бұны шыны керек қазанда пісіремін. Кәдімгі газда. Бұны тіпті духовкада да пісіруге болады, бірақ маған ол түрі ұнаған жоқ, шын айтайын. Осылай газда пісіріп, бұқтырып пісірген түрі өте ұнады, өте жұп-жұмсақ, өте дәмді, сондай керемет болып шығады. Осылайынан барлығын толтырып шығасыздар, яғни трубочканың ішіне барлық тартылған етімізді саласыздар. Енді қазанға кішкене сары май құясыздар да, алдыменен қызанақ пенен тәтті бұрышты қосасыздар. Мен томат қоспағандықтан алдыменен осылайынан екеуін қуырып алдым. Кейін морковь пенен, сәбіз пенен пиязды қосасыздар. Қалауларыңыз бойынша томат қосуларыңызға болады, бірақ мен қосқан жоқпын. Кейін қуырылып болғаннан кейін ыстық су құясыздар. Ыстық су егерде қою болсын десеңіздер, ұн қосып жіберулеріңізге болады. Бір шамаменен 1,5 ас қасықтай ұн қосуларыңызға болады. Мен картоп қосып жібердім азғантай мөлшерде.
енді дәмдірек болсын деп. Кейін суымыз қайнағаннан кейін осы жасаған жаңағы трубочкаларымызды судың ішіне саласыздар дағы, яғни біздің прожаркамыздың ішіне салып шамаменен 40 минуттай пісіресіздер. Болды, содан кейін бере берулеріңізге болады. Өте дәмді, өте керемет, өте жеңіл кешкі астардың бірі. Астарыңыз дәмді болсын.